Бәріне өкпелі жанмын. Бәрінен де өмірге әкелген әке-шешемді жек көремін. Олар менің тағдырымды құртты. Мен жайлауда дүниеге келген жанмын. Әке-шешем жалдамалы малшылар. Қанша жыл мал бақса да байымаған мүсәпір жандар әлі күнге дейін малдың басында сасып, ауыздарында бір тісі жоқ, үстінде көрінгеннен қалған ескі киімдер. Сол үшін жыным келеді, жек көремін. Біздерді не үшін туып өсіргендерін түсінбеймін. Әкемнің аузы ішімдіктен құрғамайтын. Қазір шығар қартайып әр жері бір ауырып қойып жүрген. Алдымдағы екі ағамды әкемнің ізбасары. Ішкені қуарақ десе де, оларда ата-бабасына мәңгі мал бағып өтетін жалшы боламыз деп ант бергендей әркімнің арзанға ішімдік үшін малын бағып жүрген бейбақтар. Не үйленбейді, не жиған дүниелері жоқ. Әйтпесе, тепсе темір үзетін жігіттер ғой. Мен үйдің үшінші әрі жалғыз қызымын. Одан кейін майда шүйде інілерім бар. Бала кезден малдан басқа түк көрмедік. Мектепке баратында туыстарымыздың үйінде шұбыртып тұратынбыз. Қаңғыған күшіктер секілді. Кім бізге ыстық тамақ береді екен деп балалық тілегіміздің бәрі тояу тамақ ішу. Сондықтан бекен үнемі тамақты ойлап магазинші боламын деп армандап еттім. Магазинде жұмыс жасасам, қалаған тамағымды жеймін деп ойлаушы едім. Сол үшін де тек математика пәнін ғана оқитынмын. Қалған сабақ маңызды емес деп. Бұның бәрі айналып келгенде әке-шешемнің кінәсі. Екеулеп жүріп, бізді де асырай алмады, не тәрбие бермеді, не дұрыс армандауға мүмкіндік те бермеді ғой. Ес білгелі туыстарымыздан жегеніміз таяқ, еститініміз ұрыс, ешкім біздерді жақтырмайтын еді. Бір сөзбен айтқанда бізде жылулықты қаладық, жұрттың балалары сияқты еркелегіміз келді, бірақ олар біздің құр қиялымыз болды. Өбектейтін ешкім болмаған соң біздер ерте есейдік. 9-шы сыныпты бітіре сала магазинде тазалықшы болып жұмысқа тұрдым. Күні бойы заттасып, шаңдарын сүртіп, бос отыруға уақыт жоқ, белім қатты ауыратын. Сонда да өзімді қинап, сол жерде жүре бердім. Техникалық колледжге түстім. Магазин иесінің танысы сол колледжде жұмыс жасайды екен. Мен туралы сөйлесіп сабаққа бармайтын болдым. Оқып жатыр деген аты бар. Ал мен мына жақта сілекпем шығып жұмыс жасаймын. Біз жатқан әкемнің туыстары ұрыс шығарып біздерді үйден қуып жіберді. Бауырларым болса интернатқа кетті, ал мен магазин иесі складтан орын тауып бергеніне мәзбін. Әке-шешем мені тегіздейді, продукты алуға ғана келгенде. Одан да ол продуктыны қарызға алып, менің айлығымнан шегертеді. Олар мен емес, мен оларды асырадым. Ол кезде бала болыппын. Басында үйдегілерге азық-түлік әпергеніме мәз болып жүрдім. Кейін әбден қарызға батырғанда шыдамай кетіп, ақыры ешкімге айтпай магазиннен қашып кеттім. Ешкім білмейтін жаққа. Бәрінен шаршаған менің екі бүйрегім удай алшып ауыратын. Жұмыс істеуден шаршадым. Тапқан ақшам өзіме жетпейді. Не үстіме іліп киер, дені дұрыс киімімде жоқ. Іш киімдерім сөтіліп, жуа-жуа жіп болған. Кейде не үшін өмір сүріп жүрмін мен деп жылап алатын болдым. Қашып кеткен мені ешкімде іздемегені жаныма батты. Саны бар, сапасы жоқ біреу болдым. Алматы қаласына келдім, барахолканы жағалап жүріп жұмыс таптым. Фрукты сататын жерге көмекші болдым. Үлкендеу апа менің бастығым болды. Жетім екенімді айтып тұратын жер сұрадым. Өзінің үйіне тұрғызды. Екі қызы бар екен, жесір әйел екен. Үлкен қызы тұрмыста, одан кейінгі қызы студент. Менен 2 жасқа үлкендігі бар. Демалыс сайын Моншаға барып жуынып тұрамыз. Ол қызбен достасып кеттім. Бастығым сондай тазалықты сүйеді. Мені тазалыққа сол үйретті. Айтсам сенбей, біреулеріңіз күлетін шығарсыздар. Артық түктен арылуды, гигиеналық тазалықты, тағы да басқаларын үйретті. Мен ол нәрселердің бәрін қалыпты жағдай деп жүрсем, есіме түссе ұялып кетем. Көңілім тоқ, қалағанымды алып, жарқырап жүре бердім. Мен келгелі сауда жақсы жүріп тұрды. Бастығым да қуанып, жемістер тез таусылып қалатын. Сонан бастығым көп ұзамай базардан 2-ші орын ашты. Оған мен тұрдым. Бастығым екеуміз екеулеп жақсы жұмыс жасадық. Солай жүргенде ғашық бола бастадым.
Ұйғыр жігітіне есім кете ғашық болдым. Оның қою қасы мен қой көзді көздері еріксіз өзіне байлайтын, бірақ ол маған мүлдем қарамады. Іштей ол жігітке ренжіп те жүрдім. Жауапсыз махаббаттың әсері болар. Алып бара жатқан сұлулығым да жоқ, сондықтан бекен әлгі жігіт мүлдем баста бұрмады. Бірде фрукты таситын жаңадан жігіт келіпті. Складтан арбамен жемістерді таситын. Жылмақай жігіт мені көре сала сөзге тартып танысып алды. Негізі танысқым келмеген, әлгі ұйғыр жігіт қызғансын деп танысып сөйлесіп жүрдім. Жылмақай жігіт болса да өте ақ көңіл еді. Мені үнемі көңілдендіріп, әзіл айтып, күлдірткен жігіт сол болған шығар. Сезімін білдіртіп, ұнатқанын айтты, бірақ мен оның сезіміне жоқ деген жауапты бердім. Онда жай ғана дос ретінде сәлеміміз түзу болсын деді. Маған да керегі сол еді. Бірде зат әкелгенде менің ұйғыр жігітке есім кетіп қарап тұрғанымды Жылмақай жігіт көріп қалды. Маған: «Әй қыз, сен ана жігітке ғашықсың ба?» деп күлді. Мен ұялып қызарып қарадым. Ұрлық үстінде ұсталғандай сезімде болдым. Әлгі Жылмақай жігітке тыныш деп айтамын дегенше ұйғыр жігіттің қасына жетіп барыпты. Ой Алла, қай уақытта зыпылдап кетіп қалғанын қарашы. Зыпылдағым ұйғыр жігітке барып: «Менің досыма дұрыс қара, оны ренжітсең мен сені ренжітіп қоямын» депті. Ой, әбден ұялып, не істерімді білмей теріс қарай бердім. Ол ұйғыр жігіт екеуміз қарсы бетте орналасқанбыз. Ол менен сәл әріде тұрады. Қасыма келген Жылмақай жігітке ала көзбен қарап: «Сенің несің дұрыс па?» Ол жігіт маған сөз айтқан емес. «Сен мені жерге тарттың ғой» деп ренжіген болдым. Бірақ ішімнен рахмет деп айтуға намысым жібермеді. Сол күннен соң әлгі ұйғыр жігіт менімен амандасуды әдетке айландырды. Ұйғыр жігіт өте салмақты тұйық болды. Сол мінезі қатты ұнайтын. Сөйтсем, бекер қызығыппын. Іші толған арамдық екен. Үндеместен үйде бәле шығады дегені рас. Өзін ұнатады дегенді естігелі ұйғыр жігіт маған жабыса кетті. Тіпті атымды сұрап, қолы босай қалса жаныма жетіп келіп: «Сұлу қыз, шаршап қалмадың ба, шөлдеп кетпедің бе? Менде салқын су бар» деп өте ерекше ықылас таныта берді. Ұйғыр жігіт те фрукты сатады. Сақалды ағалары да ара-тұра шығып тұрады. Ондай сәтте көңілім күйім түсіп жабырқап қаламын. Жаңа жылға дейін менің өзіне жіпсіз байлаған ұйғыр жігіт сүйетінін айтты. Менің бақыттан басым айналды. Барлығы тез болғанына қатты қуандым. Өзімді сондай бақытты санадым. Ұйғыр жігітім маған жаңа жыл кешінде кездесейік, бірақ ешкімге айтпа деп құлағыма келіп сыбырлады. Айттым ғой, бұл жігіт өте сақ, әрі тым сабырлы. Бұл менің алғашқы кездесуім болатын. Қатты қобалжып, кешті батыра алмағаным есіме түссе жылағым келеді. Біз бірнеше ай бойы базарда тұрып сөйлесіп жүрдік. Сол сөйлескенде мен сорлы оның қызы болдым деп ойладым. Сонан бар сырымды айтып, іздеуі жоқ адам екенімді де айтып мұңайып алғанмын. Ол болса өзі туралы артық әңгіме айтпайтын. Сосын үнемі түскі уақытта адамдар азайып сатушылар тамақ ішуге кеткенде ғана менің қасыма келетін еді. Бұлай көпшілікте жоламайды. Танымайтын адамдай тұратын. Жаңа жыл. Елдің бәрі керемет көңіл күйде тойлап жатты. Мен бірнеше күн бойы бұл кешке дайындалдым. Маған жұмыс беріп, жағдайымды жасаған бастығыма қымсынбай өтірікті суша сапырдым. «Апай, мен жаңа жылда балалар үйіне барғым келеді. Ол жерде бауырымдай болып кеткен қыздар бар еді. Жаңа жылды сол жерден қарсы алғым келеді» дедім. Бастығым бірден келісті. Өйткені бұрын мүлдем олай сұрапта, қаңғып та көрмедім. Өзімде бұл өтірігіме сеніп қалдым. Олай айтпасам ешқайда шыға алмайтынмын. Бастығым өз қызында ешқандай жерге шығармайды. Тәртібі сондай. Ал менің тезірек ғашығымның жанына барғым келді. Сол күні оған тұрмысқа шығамын деп құр қиялға берілдім. Мұндай кездесу алғаш рет болғандықтан бекен өзімді қалыңдық сезініп көйлегімді киіп шықтым. Негізі үйден күндіз шығып кетіп кеш батқанша дала кезіп жүрдім. Ойымда сан түрлі ойлар. Кешті әзер батырған мен ұйғыр жігітпен кездестім. Ол мені көріп, қандай әдемі қызсың дегенде бақыттан бал-бұл жайнадым. Сондай әдемі сөздерімен баурап
есімнен тандырды. Сосын маған: жүр менің пәтеріме барамыз, саған керемет тосын сый дайындап қойдым деп қолымнан ұстап маңдайымнан сүйді. Мен ештеңке деместен келісе кеттім. Алып ұшып келген пәтердің есігін ашқан сәтте темекі мен ішімдіктің иісі мұрнымды жарып барады. Жүрегім жамандықты сезгендей, мен қайтуым керек. Сосын кездесейік деп кері шыққым келді. Бірақ ұйғыр жігіт қолымнан шап беріп ұстап алды да: кіру бар, шығу жоқ. Енді сен біздің көңілді етуің керек деп біртүрлі сөздер айтты. Арғы бөлмеден денесін жүн басқан тағы біреу, сосын ара-тұра ағасымын деп базарға шығатын еркек шықты. Мені көріп көздері жайнап кеткен азғындар шылымдарын сорып: бәрекелді, бүгінгі жаңа жылға күшті сыйлық әкелдің, нағыз жігітсің деп ұйғыр жігітті мақтап жатты. Мен сүйдім деген ұйғыр жігіт нағыз азғынның өзі болды. Сұрауы жоқ сорлыларды осылай алдап алып келіп, білгенін жасап, сосын алып сатар жеңгетайларға сатады екен. Мен де сатылымға көздерім жәудіреп кете бардым. Жалындым, жыладым. Ол жерді азғындар құдды тозақтан келгендей тепкілеп ұра жөнелді. Мен сатып алған жеңгетай: көбелегім, сен сияқты іздеуі жоқтардың орны осы деп тәртіпке шақырды. Тәртіпке көн, қашуды, өлуді ойлама, естігеніңді құлағыңнан шығарады екенсің, жазаң тым ауыр болады деп қатаң түрде ескертті. Жертөледе менен басқа қыздар жетіп жатыр. Көбі жетімдер, үйінен шыққан, әкесі жоқ, шешесі бар қыздар тағдырлары өте қиын. Тозаққа түскен түнгі көбелектер қатарына қосылдым. Тірі өлік болдым. Өз тәнімнен жеркендім. Күнде тілейтін бір ғана тілегім: өліп қалсам екен деп өзіме үнемі өлім тіледім. Солай жүргенде бір клиент жолықты. Жас бала еді. Мені ұнатқан секілді. Біз қызмет ететін қонақ үйге жиі келіп жүрді. Менің тұрақты клиентім десем де болады. Ол жігіт мені бұл тозақтан алып шыққысы келді. Бірақ өзі де тұңғиық батпаққа батты. Біздің сөзімізді жеңгетайымыз тыңдап жүріпті. Бұл малғындар клиенттері жиі келсе тексеріп, кез келген жағдай үшін дайын болады екен. Әлгі жігіт екеумізді жертөлеге апарып, әбден ұрып, быт-шытымызды шығарды. Әлі есімде. Әлгі жігітке: сен қора болдың, қора. Бұл жәлептің қай жеріне қызығып жүрсің? Күнде келіп кетіп тынышқана тірлігіңді бітіріп жүре бермедің бе? Не енді мынауың қораға кірдің деп айтқаны ғана есінде қалды. Қанша күн бойы нәр татпай жертөледе жатқанымда есімде жоқ. Әйтеуір көзімді ашқанда мына сорлының дәм-тұзы бар екен. Девушке, сен қадағала деп жеңгетайға жақын Айка деп айтатын қызға мені тапсырды. Ол менің жағдайымды жасағандай болды. Беретіндері су мен бұламық бірдеңе. Түнгі көбелектер көбіне барған жерде ғана тамақ ішпесе, былай арнайы тамақ ішу деген жоқ. Қара су мен бұламық ішсем де жағдайым түзеліп келеді. Мені сүйрелеп жұмысқа шығарды. Сол күні Құдай қарасты ма, қонақ үйде аяқ астынан амондар басып кіріп, жезөкшелерді тәркілеп алып кетті. Қуанғаннан жылай беріппін. Бөлімшеге келгенде ғана менің іздеуде жүрген адам екенімді білдім. Ол кезде әлі 18 жасқа да толмаған едім. Дереу әке-шешемді, бастығыма хабар беріп, табылғанымды жариялады. Әке-шешем іздеуге берген екен, бірақ ешқандай іздеу шарасы болмаған. Бастығымда іздеуге берген. Арыз ешқандай қаралмаған. Әке-шешемнің түрінен ақ біліп, осыларды қойшы, беретін сүйіншісі жоқ деп мені іздемеген болуы керек. Әйтпесе Алматының барахолкасында ақ жүрмін ғой. Бастығымда бөлімшеге күнде келіп жүрген екен. Мені көріп қуаныштан құшақтады. Ренжігенін айтты. Жетім деп алдағаным үшін, ұйғыр жігітпен айтпай кездескенім үшін қатты ренжіді. Оның реніші орынды. Қайтейін енді. Бастығым өте мейірімді жан ғой. Сол күні әке-шешемді мені үйіне апарып, қазанға етін салды. Құдды туысы секілді дастарханды гүлдей жайнатты. Малдан басқа түк көрмеген әкемнің әбден араққа есі кеткен ғой. Адам сияқты сыйлап отырғанда айтқаны мынау: күйлі екенсің, күйлі тұрады екенсің, дастарханға 100 грамм қоймадың ба деп абыройды шашты. Бастығым сыпайы түрде: менің үйімде шайтан су ішілмейді.
бұрыс түсінбеңіз деп түсіндіргендей болды. Ішімдіктің иісі шықпайтынын білген әкем: мен кеттім, өздерің сөйлесе беріңдер, қалаға келген соң қыдырып келейін деп сол кеткеннен қарасын батырды. Менің тағдырым әкеме 5 тиынға тұрмайтынның дәлелі міне. Анам да тамаққа тыңқия тойып, мен де жылжиын, не қылса өзің білесің ғой, қайтам десең ауылға жүр, қайтпайым десең өзің біл, фазенданың басында болсаң дегенде бастығым шоши қарады. Немене, сіздерге қыз керек емес пе? Не әкесі, не сіз бұл қыздың тағдырына бас қатырып тұрған жоқсыздар деп айғай салды. Ашуланып кеткен ғой. Әке-шешемнің мені тағы да керексіз зат секілді қарағандарына ішім жылап тұр. Бастығымнан сөз естіген анам алды-артына қарамай тайды. Мен қалдым жылап, бастығым құшақтап жұбатып: болды жылама, енді сен менің қызымсың, мен сенің анаңмын. Оларға қыз керек болмаса маған керек, Алла өзі сені маған жіберіп тұр, қыз қылып ал деп. Сол күннен соң мен бастығымның ресми болмаса да асыранды 3-ші қызы болдым. Менің бақытты болуыма көмектескен осы кісі. Қанша жыл бұл кісімен жұмыс жасап өстім, өндім, тіпті ұзату тойымды да жасап бергенде бастығым, 2-ші анам. Ең сорақысы, туған анам мен әкемнің алдынан өтуге бардым. Не десе де мені өмірге әкелген жандар. Тойыма қатысып, ақ батасын берсін деген ниетім. Бірақ әке-шешем: қалың малға қанша келді? Мынандай сума әкелсін, мынандай алтын тақсын деп танауларын көкке көтергені жүйкеме тиді. Қызының қандай тозақтан шығып, ақ босаға аттағалы жатса, бұлар тек ақша мен тағатын алтындарды ойлап тұр. Қырсығып оларды мүлдем тойымда, басқасында шақырмадым. Мүлдем барғым келмейді. Тек бауырларыма қолдан келгенше көмек беріп, жақында қаладан пәтер сыйладым. Жеке бизнесім бар. Күйеуім әйтеуір адал, жайлы жан. Туған ата-анамды сырттай таныстырып та қойдым. Мен не десем де сол болады. 2 балам бар. Топырлатып туғымда келмейді. Ата-енем де түсінігі мол жандар. Баяғы ұйғыр жігіт, оның ағалары қазір қандай жағдайда екен деймін. Жазасын бір Аллаға тапсырдым. Сол бір оқиғадан соң оларды ешкім көрмеді. Ал жылмақай жігіт қазір базарда құрылыс заттарын сатады. Әйел бала шағасы бар. Былай көргенде сәлеміміз түзу. Мен бақыттымын. 2-ші анаммен әлі күнге дейін қызындай араласып, оның 2 қызы әпкемдей. Бәріміз мерекеде бас қосып, туған күндерді сағына қауышып, бір үйдің қыздары секілді араласып тұрамыз. Бастығым жалғыз тұрмайды. 2-ші қыз қоярда қоймай қолын алды. Аллаға шүкір, бақытты.